Қан қысымын табиғи жолмен қалай түсіруге болады? Қан қысымының жоғарылауы жүрек пен қан тамыр жүйесіне үлкен салмақ түсіреді. Оны дәрісіз табиғи тәсілдермен де төмендетуге болады. Табиғи жолдары: тұзды азайту. Ас тұзы қан қысымын көтеретін басты себептердің бірі. Тамаққа тұзды аз салып, дайын өнімдерден чипсы, тұздалған шұжық, консерва бас тарту керек. Суды жеткілікті ішу. Ағзада сұйықтық аз болса, қан қоюланып, қысым көтеріледі. Күніне 2 литрге жуық таза су ішу пайдалы. Көбірек қозғалу, жеңіл жаяу жүру, дене жаттығулары қан тамырларын кеңейтіп, жүрек жұмысын жақсартады. Жеміс пен көкөніс. Калийге бай тағамдар банан, қауын, картоп, қызанақ. Ағзадағы артық натрийді шығарып, қысымды төмендетеді. Стрессті азайту. Жүйке күйзелісі кезінде қысым тым күрт көтеріледі. Терең тыныс алу. Демалыс пен ұйқыны реттеу маңызды. Кофеин мен алкогольді азайту. Олар тамырды жиырып, қысымды көтереді. Сарымсақ құрамындағы аллицин қан тамырын кеңейтіп, қысымды табиғи түрде түсіреді. Жасыл шай құрамындағы антиоксиданттар тамырдың серпінділігін сақтап, қан айналымын жақсартады. Қосымша кеңес: артық салмақ болса, одан арылу керек. Күнделікті тыныш серуен жасау, ұйқыны қалыпқа келтіру. Қорытынды: қан қысымын түсіру үшін тұзды азайтып, суды жеткілікті ішу, калийге бай тағамдарды жеу, қозғалысты көбейту және жүйкені тыныштандыру қажет. Бұл дәрісіз-ақ көмектесетін табиғи тәсілдер. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомыз пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.